Бір егінші егістікке егін егіпті. Еккен егініне қарамай ала жаздай қыдырып жүре беріпті. Күз мезгілі аяқталып, қар жауып, қыс түсетіне есіне түсіп, еккен бидайын пісіп тұрған шығар. Жинап алайын деп егістікке келеді. Келсе алақандай әр бидайдың басында бір торғай қонып отыр екен. Торғайдың шоқып, желдің шайқап төккен дәндерін еңбекқор құмырсқалар жинап үлгерген екен. Құмырсқалар қыс қамын ойлап өзінің үйлеуіне асыға тасып бара жатыр екен. Сонда жалқау егінші құмырсқаға қарап: "Жарайды құмырсқалар, сендер бидайды жинап алған екенсіңдер, жылы қамбаға салған екенсіңдер. Ендігі жылы тұқым керек болса, келіп алармын" деп үйіне қайтып кетеді. Егінші бір егін екті, күттіріп күн бойы егінді үмітті. Ертең барып қараймын деді ол да. Сол ертеңі келмеді, жас боп бітті. Ал құмырсқа тынымсыз еңбек етті. Дән теріп үнге тасып бәрін бітті. Қыста азық дайын деп мәз боп жүрді. Қыс келгенде жылынды тояш еді. Ал егінші қар басқанда діріл қақты. Қап деді еңбек етпей уақытым өтті.